Қайтуға жиналған Айтолқынды жұмыстас қыз шақырды. Айтолқын, менің ұялы телефоныма сені шақырып жатыр, тез кел. Япыр-ай, ол кім болды екен? Ешкім іздемеуші еді ғой. Айка, мен Гүлай ғой. Сен ешқайда кетпей, есіктің алдында күт. Мен саған келемін, жақсы жаңалық бар. Япыр-ай, не жаңалық екен? Маған бір ақылы жұмыс табылды ма екен? Әлде ауылдан біреуді көрді ме? Не болды екен? Сәлден кейін зу етіп жетіп келген Гүлай Айтолқынды Айшаға қаратпай машинаға мінгізіп ала жөнелді. Қазір үйге барып айтамын бәрін. Гүлайдың пәтеріне екінші рет еркін кірген Айтолқын баяғыдай аузын ашып қалған жоқ. Еркінсіп жұмсақ диванға күмбете қалды. Ал сөйлейін. Қазір сен жуын, менің киімдеріммен тағы да жарасатын таңдап беремін. Соны соң тағы бір крутой жігіттің үйіне қонаққа барамыз. Өзіңді дұрыстап үйрен. Қалалық әйелдер сияқты осынау қала тірлігінің бәрінен хабардар болып көрінуге тырыс. Ол қалай? Яғни мыңқиып отырмай ширақ бол, жақындаса мойнына асыла кет, еркелеп, бұраңдап, сылқылдап күлуге тырыс. Неғұрлым жарқын сыңғырлап күлсең, соғұрлым еркек майда ериді. Әне-міне жеріңді ұстаса шоршып түспе тағы. Әй, сенен қорқамын осы. Неге? Сен байғұс әне бір оқиға болмағанда нағыз нетронутая монашка красавицасың ғой. Уәде бересің бе маған? Не деп? Ойбай-ау, бағанадан бері не айтып тұрмын? Дикая. Не де болса ертіп апарамын. Өйткені обещала сұлу, свежая особаны тауып берем деп. Давай тез кейін. Жарайды, ал, жасандыр. Осы бір жаңадан алған көйлегім маған онша жараспайтын сияқты. Ал саған қатып кетеді. Қане келем, маған қарашы. Шынымен ақ құлпырып тұрсың. Маған Мәкең ұзын шашты сипағанды жақсы көреді дейді. Қысқа шаштар қолына толмайтын көрінеді. Значит, ұзын шашың пойдет. Мәкең кім ол? Зачем тебе? Барған соң көресің. Енді сәл ерніңді бояп, сәл қызарту керек. Аха, тамаша. Сенің мына бір түйген ерніңді сүйген де зар, сүймеген де зар шығарау. Әй, жігіт болсам өзіңді ешкімге бермес едім. Қойшы мақтай бермей. Шын айтам, бір маңдайы жарқыраған еркектің әйелі боларсың-ау. Әдемісің, ақылдысың, мінезің де жақсы. Тек сәл жолың болмай тұрып. Айтпақшы, сыртқы киіміңде жұтаң ғой. Менің мына бір құндыз тоным саған қатып кетеді. Мәки, тфу, шайнап кеттің ғой. Әне бір мықтының қатынының түрін көрсең ғой. Кім еді? Ой, әлгі министрдің орынбасарының қатыны ше, божбандай қара, танау аспанға қарап тұрып. Сөйтіп тұрып тонның түрін киіп, бізді көзіне делмейді. Құдай соларға бере салған ғой. Ойбу, уақыт болып қалыпты, кеттік жүр. Екеуі күтіп тұрған машинаға мінді. Мәкеңнің үйіне деді шопырға. Жол жөнекей, шашылған әтірдің жағымсыз иісі көңілді сергітіп. Айтолқынды әлде бір сезім билеп, өмір бойы осылай жүргендей, шалқып, киімнің буы ма, астындағы жүрдек сылқымның буы ма, әйтеуір масаңдағандай болды. Көңіл жүйрік пе, көктөнен жүйрік пе деген осау, өзін бір бастықтың әйелі етіп, елестетіп, жымиып қояды. Зуылдаған машина қаланың шет жағындағы үлкен үйге келіп тоқтады. Биік дарбазаның арғы жағындағы үйдің шамдары осы мекеннің салтанатын білдіргендей жарқырап, шақыра түскендей. Есіктің қоңырауын басып еді, өзі ашыла кетті. Ішке кірген Айтолқынды бұйра, қара шашты, қалың мұртты жігіт ағасы қарсы алды. О, амансыңдар ма? Келіңдер, қонақ бөлмеге өтіңдер, шешініңдер. Үй қызметшісі жүгіріп келіп, қолдарынан киімдерін алып, қонақ бөлмеге бастап барды. Есіктің тұтқасына дейін алтындай жарқырап тұрған сән салтанатты үйді бұрын түсінде де көрмеген Айтолқын Гүлайдың қасына отырды. Ол, есіңді жинал, қазір Мәкең келеді деді. Ол кісі кіре салысымен құрбысы, мен қазір келемін деді де шығып кетті. Ал қалқам, атың кім? Айтолқын, жақсы есім екен, кел дастарханға, дәм ала отырайық. Рахмет, кел. Тамақтың алдында аздап шарап ішу пайдалы. Ал қымсын ба? Гүлайдың ауылбайская болмай ішіп жеп отыр деген есіме түсіп, шараптан сәл ішті. Сымдай тартылып отырған бойына шарап буы тарап босаңсиын деді. Әлде бір анекдоттарды айтып еді. Мәкең сылқылдап күліп алды. Өз күлкісіне өзі таң қалды. Қызық, мен тіпті әдемі күлдім-ау деп ойлады. Енді тіпті еркінсіді. Мәкең белінен құшақтап еді, шошымады. Өзіне қарай тартып еді, бауырына тығыла түсті. Бүкіл үйде, үлкен қонақ бөлмеде екеуі ғана. Шамасы қызметкерлер кетіп қалған. Қазір келем дегенді Гүлай да жорта айтқан екен. Сәлден соң жас сұлудың әрі шараптың буы бойын билеген Мәкең қызды төсек салынған бөлмеге қарай сүйрей жөнелді. Жұмыстан әрі қарымды еркектің тегеурінен шаршаған қыздың көзі ұйқыға жұмыла берді. Таңертең оянғанда әбден мауқы басылған Мәкең ұйықтап жатыр екен. Тұрып жуынатын жерді тауып алып,
киініп сыланды. Өңі бұрынғыдай ақсұр емес, денесіне қан жүгіріп, бетіне қызыл шырай пайда болыпты. Өз-өзіне сұқтана жымиып, айна алдында біраз тұрды. Күн болса сенбі, ешқайда асығып тұрғам жоқ, және қайда барам. Қаланың қай шетіне кеткенімді де білмеймін. Не де болса, Мәкеңнің ұйқысын күтейін. Үлкен үйдің өзі тұрған қабатын аралап көрді. Үстінде де бар сияқты, астында да бар екен бөлмелер. Қызық, Мәкең кім екен? Тұрмысына қарағанда байлығы жетеді. Ел басшыларымен түскен суретіне қарағанда үлкен қызметкер, немесе соның айналасында жүргендердің бірі болуы керек деген ой топшысында тұрған ол Мәкеңнің оянғанын байқап солай жүрді. Ал сұлуым, қалай ұйықтадың? Жақсы, ал мен өте жақсы сезініп тұрмын. Келе ғой, шай дайындап жібер, қызметке кетуім керек. Әлгі қызметшілерді босатып жібере қойып едім. Жақсы, тек Асиді көрсетіп жіберсеңіз, сіз демеші, сен маған бар жағыңнан ұнап қалдың. Менің көңілдесім болуға әбден жарайсың. Мен өзім қазақы тәрбие алғандарды ұнатам. Көңілдес деген сөз төбесінен су құйғандай болған Айтолқынның басы айналып құлап қала жаздады. Дереу есін жиды. Өз аяғыммен, өз еркіммен келдім емес пе, мұным не? Кәдімгі некелес әйеліндей шайын дайындап, баптап құйып бола бергенде, ол сені тұрағыңа апарып тастайды. Екінші машинаға мінесің. Тек мен кеткен соң, міне, ақша, деді де шығып кетті. Жасылы бар, көгі бар, бірталай ақшаға қарап, не қуанарын, не жыларын білмей қалды. Айтолқын есіктен шыққан оны екінші машина жүргізуші күтіп тұр екен. Дереу үйіне жетті. Киімдерін алмақшы болып, түні қалай өткенін сұрамақ боп Гүлайында жеткен еді бұл кезде. Қалай, подружка, түнің жақсы өтті ме? Видать, интересно провели. Бетің развее стала. Қойш, ұялтпай. О, әлі классный бикеш болып шыға келесің. Білмеймін. Білетін боласың көп нәрсені. Біздің Бека мен Мәкең аман болсын. Міне байлық, міне өмір. Сен екеуміздің өміріміз өмір ме? Одно название. Маған енді ит те, құста тұратын пәтер ұнамай, Бекадан коттедж с охраной сұрап жатырмын. Қойш, ұят емес пе? Ұятты не қыласың? Мұндай сөздер қоғамда архаизм. Қолыңда барда басып қал деген принцип қазіргілердің, билік басындағылардың, үкіметтің шет жағын болса да жағалап жүргендердің бәрінің әрекеті осы. Сонда қарапайым халықтың қамын кім ойлайды? Құдай-ау, неткен наивная, қоғамға керектер бар, керек еместер бар. Екеуміз соңғысына түсіп кетпеу үшін де еркектерімізден айырылмауымыз керек. Сонда не істейміз? Соларға қарап мақты қызмет істеуіміз керек. Яғни морально, телесно, жандарына шаршап келгенде өзіңнің энергияңнан бөліп беру керек. Ол қалай түсінбедім. Что они хотят, безотказно болуың керек. Және олардың не істеп, не қойып жүргендерінде шаруаң болмасын. Ештеңе сұрамайсың, өздері береді, біледі. Самое главное, олармен қарым-қатынасың жөнінде ешкімге тіс жармайсың. Әйтпесе олардың ашуына тисең, қабырғаға айналасың. Онысы несі, қабырғасы несі? Көп сұрама дедім ғой мен саған. Жарайды, қойшы, сенің нұсқауларыңды ұқтым. Мына ақшаны қайда жұмсасам екен? Үйге беріп жіберсем қайтеді? Киім алсам, ана жақта ата-анам отыр жаудырып, ішсе асқа, кисе киімге жармай. Ауылда отырған олар отыра берсін. Они так привыкли жить. Кейінгі ақшаларыңнан бересің, так что по-нормальный киімдер ал. Мен де беремін, но маған қашанғы жүгіріп жүресің? Свое есть свое. Давай кеттік дүкендерге. Крутой бутиктер бар, заказбен товар әкелетін. Содан бастау керек. Болмасаң да ұқсап бақ деген абай атаң. Давай, машина ждет. Өзінің құнды нұсқаулары бойынша киінген Айтолқынды Гүлай үйіне әкеп салды. Ұқтың ба, немая, глухая, как рыба деп қадағалады.